Бүгін біз 14 жыл мұрда шейіт кеткен ер азаматтарыбыздың елесіне тәзім қылып, аларды тәрбиелаған ата-енелеріне, жақын туғандарына көңіл айтып ескеріп отырабыз. Алардың патриоттылық менен жасаған ердіге жарқын елесі түбөлік сақталады деп мен терең ішенем. Тарихта 2010 жылдың 7 апрель елдік революция еліміздің еркіндігі, әділеттілік үшін күрөшү болып қалды. Құрандан башка айла жоқ деп, жылда Құран оқып ескеріп жатабыз. Энелерimiz мындан ары эч качан ыйлабасын. 2010 жыл Кытай окуя эми эч качан кайталанбасын. Мына мамлекетибиз жаркырап, жакшынакай жашоого келип, жакшынакай жашап жатабыз. الله أكبر.